Пограничная служба рядовой директор старший. Қазақша айт, қазақша. Сен Қазақстанның ақшасын алып, Қазақстанның киімін киіп, Қазақстан жеріне жұмыс жасап жүрсің ба? Сен қазақша білу керексің бірінші. Біздің мемлекеттік тіл ол қандай? А казахский не могу ответить. Аударып берші, біздің Қазақстанның тілі неме қандай? Не понял, еще раз. Біздің Қазақстанның республикасының мемлекеттік тілі орысша ма, қазақша ма? Орысша и қазақша. Таң бас. Қазақша. Қазақстан республикасы. Объясните, пожалуйста. Мемлекеттік тіл Қазақстанда қазақша. Онымен теңестірілген орыс тілі, бірақ ол мемлекеттік тіл емес. Сол үшін біз сен бауырым қазақ бола тұра неге орысша сөйлейсің? Сен қазақша біл. Мне так удобнее вот. Саған удобно ма? Иә. Саған удобно ма? Сен Қазақстанның шекарасын күзетпей ақ қой, онда Ресейдің шекарасын күзет саған. Саған удобно солай болады. Түсіндің ба? Саған да солай. Саған Ресей зарплата бере ма, Қазақстан зарплата бере ма? Айтшы. Ержан, қазақша айт. Есімің кім? Қандай не бар? Долженсың кім? Соны айт маған, пожалуйста. И сосын жібер мені. Мен мұнда бірінші күн емес, бауырым. 5 ай уже мен. Мұнда 5 ай. Түсініп тұрсың ба? Қазақша білесің ба? Сен бұлай мені тоқтата берме, ұқтың ба? Жұмысың ба? Қазақша сөйле маған түсіндіріп айт. Мен сол кезде саған давай деймін. И менен талап ет, мен саған берем. Әңгіме жоқ. Базар жоқ. Сейчас будем вызывать начальника пограничного отделения, он довести там на казахском языке доступно. Хорошо, давай, начальник шақыр. Так точно. Говори, начальник. Шақыр. Қазақша айтыңыз, мен сізді түсінбедім. Контрольный пост рядовой Шенкентаев. Қазақшасын білесің ба? Пограничная служба. Қазақша қалай айтылады білесің ба? Жоқ, білмеймін. Не үшін білмейсің? Қазақстанда жұмыс істеп жүрсің ба? Қай жаққа барасыз? Ресейге. Солай айтсаңыз? Иә, Ресейге барады. Документ, удостоверение личности надо предъявить.